Үшінші хадис. Әйел кісіні жұмаққа кіргізетін амалдар. Әнәс бин Маликтен, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай деген: егер әйел кісі 5 уақыт намазын оқып, Рамазандағы оразасын ұстап, ар намысын қорғап, күйеуіне бағынатын болса, жұмаққа кіреді. Жұмақ Аллах тағаланың мүмин пейіндесі үшін дайындаған сый-сияпаты. Оған тек иман келтірген, иланған адам кіре алады. Жүрегінде бидайдың түйіріндей болса да иманы бар адам тозақта мәңгі қалмайды. Соңында жұмақпен қауышады. Мүмін кісілердің имандары әртүрлі дәрежеде болғандықтан, барлығы бірден жұмаққа кіре алмайды. Олардың кейбірі ешқандай сұраусыз жұмаққа кіреді. Сондықтан оларды жұмаққа алғаш кіргендер, алғашқылар деп атайды. Әйел затының осы алғашқылардың қатарынан орын алу үшін хадисте айтылғандай екі ерекшеліктері болу қажет. Бірінші, Аллахтың әмірін бұлжытпай орындау. Екіншісі, күйеуінің көңілінен шығу. Бірінші міндетіне екіншісін орындау арқылы жетеді. Өйткені Хазіреті пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, ант етіп айтамын, әйел күйеуінің көңілін таппайынша Раббысының сүйіспеншілігіне бөлене алмайды деген. Бір күні мұсылман әйелдер жиналып, іштерінен біреуін пайғамбарымыздың құзырына жібереді. Әлгі әйел: «О Аллахтың елшісі, мен әйелдердің сізге жіберген елшісімін. Еркектердің жихадтарына тең келерлік әйелдер үшін қандай амалдар бар?» дейді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, күйеуіне мойынсұнып, өз ісін білсе жетіп жатар, мұны орындайтындар өте аз деп жауап береді. Аллах тағаланың әмірлерін орындап, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау әрбір кісінің қолынан келе бермейді. Абдуллах бин Омардың, Алла оған разы болсын, жеткізген мына бір хадисінде Хазіреті пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, бұл туралы былай деген: адамдар жұмысқа жарамайтын 100 түйе секілді. Бұл хадиске әртүрлі түсінік жасалған. Сол түсіндірменің бірі мынадай: дүниеде жүрегін бүтіндей ақыретке арнаған тақуа адамдар өте аз. Бұл мысалы жұмысқа жарамайтын түйелердің саны көп болғанмен жарайтындардың аздығына ұқсайды деген сөз. Аллах тағаланың сүйіспеншілігіне бөленіп, күйеуінің көңілінен шыққан әйелдердің өзге әйелдерден айырмашылығын Хазіреті пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, былай білдірген: салиқалы әйелдің өзге әйелдерден айырмашылығы, олар қос қанатты ақ қарғаға ұқсайды. Яғни екі қанатты ақ қарға көзге ерекше көрінген секілді, салиқалы әйел де сондай ерекше көрінеді дегенге келеді.